ITFM, сіздің мінсіз даусыңыз. Бәріңе сәлем, мен Дана Ғалым және де әріптесім Ажар Заманғазинова. Біз бастаймыз. Дана, стартаппен айналысу бизнес төңірегіндегі жүргің келеді ме? Я, әрине, өзімнің мамандығым журналистика болғанымен бағытым бизнес журналистика, SMM және PR. Сол себепті де мен өзім жеке жарнамалық кәсіп бастағым келеді. Қазір осындай жас стартаперлердің санын көбейту мақсатында Казинновation инновациялар дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі бизнес инкубаторларды қолдау жөніндегі бағдарламаны іске асыру шеңберінде I2 Innovation орталығымызда бір жармайлық инновациялық идеяларды инкубациялау бағдарламасын өткізді. Я, естуімше қатуда білікті мамандар тағы да бас қосып, жас стартап кәсіпкерлер үшін демо-дэй өткізілді. Олар өздерінің инновациялық жобаларын көпшілікке және демеушілерге таныстырды. Мама, енді күнде гүл шығады, үстің оңнар еттеледі, үстің одала. Далада жүреді балың домалап, домалап. Күнде көрдің көреріңді, ең алып ауыспасы саған береріңді. Өтпелі ғой алға қарап тұрсаң, өтпелі болуда бұл да бір заң. Дәптерден сырты ойылған, суретті тауылған кезде сұрақ келді ойыма. Айтшы бұл көңіл оян алама, кезінде бастан баста. Сау адамдар аурудың сөзімен сөйлеген сын алмайтын сан түрлі суретті түгендеген лайықсыз, өзіне лайықсыз. Істер істемей ондай жерден сен кел. Егер сенбесең, сен сендір өзіңмен өзің бірге бір. Егер болмасаң, бәрібір басынан баста. Мама, енді күнде гүл шығады, үстің оңнар еттеледі, үстің оңалап. Далада жүреді балың домалап, домалап. Өткен күнде көрдің көреріңді, енді алды тауыспасын саған береріңді. Өтпелі ғой алға қарап тұрсаң, өкпелі болуда бұл да бір заң. Біздің қонағымыз жас стартапер Батырхан. Олай болса, Батырхан, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Ал енді Батырхан, сұрақтарымызға көше кетсек, стартаппен айналысуға не түрткі болды сізге? Жалпы менің стартаппен айналысуыма түрткі болған ол қызығушылық. Қарапайым жаңа нәрсені үйренуге деген қызығушылық. Осы қызығушылықтың арқасында менің өмірім ешқашанда бір орында тұрмайды. Демо-дэй және инкубациялау бағдарламасына қалай қатысушы атандыңыз? Инкубация бағдарламасы туралы жалпы мен досым арқылы білдім. Біз 3-4 адам болып инкубация бағдарламасына кірдік және оның үшін жұмыс істеп бастадық. Бізді стартап проекттің қалай іске асыру керектігін және тағы басқа заттарға үйретті және де әр тақырыпқа арнайы уақыт бөліп әртүрлі спикерлермен бағдарламаның аяғында демо-дэй туралы сөйлеп және оған дайындық. Солай біз демо-дэйге қатысушы болдық. 19 жаста биік-белестерге жетіп жатырсыз. Жас стартаперлерге қандай кеңес берер едіңіз? Шынымды айтсам, мен өзімнің сондай биік-белестерге жетіп жатқанымды растай алмаймын. Ол тек менің жолымның бастамасы. Ал болашақ іс қуалаушыларға айтарым, уақытты дұрыс өткізуге үйреніңіз. Сіздердің жатып кетіп қалған 10 минутыңыз мүмкін болашақта маңызды рөл атқаратын еді. Сондықтан уақытты үнемдеп, оны дұрыс өткізуге тырысыңыз. Рахмет, Батырхан. Бізге сұхбат бергеніңізге өте қуаныштымыз, ал біз жалғастырамыз. Рахмет, сау болыңыз. Ал енді қызықты фактілер айдары. Бүгін біз IT туралы қызықты мағлұматтарға шолу жасаймыз. Ажар Apple бренді қазір әлемнің ең озық техника шығаратын алпауыт компаниясы. Ал осы брендтің логотипінің шығу тарихын білесің бе? Иә, естуімше ең алғашқы Apple логотипінде ағаш астында отырған Исаак Ньютон бейнеленген, ал оның үстінде құлауға дайын тұрған алма суреттелген. Алғашқы компьютерді 1822 жылы Чарльз Бэббидж ойлап тапқан. Әрбір секунд сайын ebay.com сайтында $680 жуық транзакциялар жүреді. 1984 жылы интернетке 1000 құрылғы қосылса, 1992 жылы 1 миллион, ал 2008 жылы 1 миллиард құрылғыға өскен. 50 миллион көрермендер мен тыңдармандарды жинау үшін радиоға 38 жыл, телевизияға 13 жыл, ал iPadқа небәрі 3 жыл уақыт кеткен. Межелеген уақытымыз өз мәресіне жетті. Құлақтарыңыз әрқашан әсемәнге ғана түрілсін. Сіздермен бірге болғанмен Ажар Заманғазинова және әріптесім Дана Ғалым. Аман, сау болыңыздар. ITFM, сіздің мінсіз даусыңыз.
өкпеме мұңлысыңдай ойың шатасқан әлемге әлі де жүрсің бе симай сөзіңе мың қосылмай мейлі шаң басқан жалаңдасыңда неге ұшамай айған қол созайық қанат қағып биік самғайық екі жүзді жікке қағыс кеуде жанып күн аңсайды айналаңсың ай алысқа ұшқан даусым-ай саған да жетіп өзімдігін айтайын байқа бала даладан байқа бала даладан